Менің аты жөнім Байғабыл Атныкүл. 1950 жылғымын. Осы науқасқа 11 жылы басымнан операция алдым. 12 жылы осы яқтың шақыртуларының арқасында осы жаққа келдім. Бұрынғы республикалық жедел жәрдем көрсету ғылыми орталығының онкология бөліміне түстім. Түсіп, мен алдымнан емделуші дәрігерім Жадыра Мұстақина болды. Сол 12 жылдан біз 15 жылға дейін емделдік. Сол аралығында қаншалықты жақсартық, еміміздің қорытындысы болды біз үшін. Бірақ ол жатқан онкологиямыз жабылып қалды. Бірақ мен Жадыра Мұстақинаның ешқандай үзбедім байланысымды, сол кісінің консультациясы менен анализдерімді зертханаларға өткізіп, соның осы кісіге жіберіп отырмын. Осы кісі сосын маған қандай дәрі-дәрмек қабылдайтынын айтып отырды. Сөйтіп, Аллаға шүкір. Алдымен Алла дейміз ғой. Сосын осы дәрігерлердің арқасында өмір сүріп келе жатырмын. Енді міне осы неоклиникасына келдім. Үйде жүрген кезімде, далаға шығып кіріп жүргенде судорога болып қалдым. Мен ондай нәрсені өмірімде көрмегенмін. Сонымен больницаға түстім. Больницаға түскесін МРТ-ға түс деп біреу айтты. Сол МРТ-ға түсіп едім. Сол МРТ-да ісік көрінді. Сосын қайталап тағы түстім. Тағы осы нәрсе анықталды. Бірақ тәуба, 61-демін. Міне қазір 15 жыл өтті. Енді бұл сөз қазақша айтқанда жаман ауру дейміз ғой енді. Даже сол МРТ-ға түскеннен ақ өзіңді өзің билей алмай қалдым. Өйткені онкология дегенді өзі естігеніміз жоқ, бірақ ісік деді, басыңызда ісік бар деді. Операция жасалатын болып, бәрі анықталған кезде онкология деген сөзді тіркедік. Енді оны айтып жеткізе алмаймын ол кездегі. Кеттім деп ойладым мен. Жұрттың бәрі де кетті енді. Бірінші Алланың арқасы, екінші осы көрінген дәрігерлерімнің арқасы. Жадыра Мұстақинаға қазір менің қызымдай болып кетті. Өйткені барлық уақытта жағдайымды сұрайды, анализдер керек болса өткіз дейді. Маған енді онан артық қуаныш жоқ деп ойлаймын. Мен осы неоклиникаға келгеніме 2 жеті болды. 2 жеті жақсы емделдім. Тағы да менің алдымнан емделуші врач Әсем Қазбайна деген қыз болды. Ол да біздің бұрынғы емделген жердің врачы тұғын. Енді бүгін ауылға қайтамын деп отырмын. Бүйірдің еміне, сотрудниктеріне, ішіндегі барлық қызметкерлерге мың алғыс айтам. Мына Жадыра Мұстақинаның бастап келген сол өз сияқты жібектей мінезіне сотрудниктер де сондай екен. Мен осы ауырғаннан бастапқы 15 жыл өмірімде әуелі Алла, екінші осы доғдырлардың көмегімен осы жолда жағдайым бір нелеу болып келіп еді. Міне 2 жеті емделдім. Қазір бойыма күш-қуат жинадым. Кеуіліме көтеріңкі пайда болды. Өмір сүруге әлі де құлшыныс бар екенін дәлелдеп жатырмын. Құдайға тәуба деймін. Инстаграм оқырмандарына айтарым, бұл сіздерге айтып отырғаным жарнама емес. Менің өз басымнан өткен өмірімнің өткен жолдары. Бұл қазір ауруды емдесең ғана емделеді. Емдемей Алладан күте берсең, Аллада кең ғой, берері көп болар. Бірақ емделудің арқасында созылады деп есептеймін. Барлық адамдарды осы неоклиникаға келіп ауырған кісілер келіп ем алуына мен толық кеңес берер едім. Өйткені бұл жердегідей мен ештеңе емдей алмадым. Жеке клиникаларға, шипажайларға, тағы басқа жерлерге көріндім. Жаман деп айта алмаймын, бірақ бұл жердегідей ем маған көрсетілген жоқ.